Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дайындайтын тағамымыз борщ. Сіздерге өз нұсқамды көрсеткім келеді. Қып-қызыл, пайдалы, дәмді болып шығады. Аяғына дейін менімен болыңыздар. Ал онда бастайық. Қазанға су құйып, сүйегі бар етті асамыз. Қақпағын жауып, қайнағанға дейін үлкен отта қайнатамыз. Міне етіміз қайнады. Енді көбігінің барлығын жинап алыңыз. Сосын жай баяу отқа қойып, қақпақ астында қайнатамыз. Оған дейін қуырып салатын көкөністерімізді дайындап алайық. Қызылша мен сәбізді үлкен үккіштен өткізіңіз. 40 қабатты ұзыннан соломкалап, пиязды майдалап тураңыз. Қалауыңыз болса, қызыл бұрышты да кішкентай соломка қылып турасаңыз болады. Картопты 4 бұрыштап майдалап тураңыз. Мінекей барлық көкөністерімізді турап дайындап алдық. Қайнағаннан кейін 1 сағат өткеннен кейін тұзын тұздасаңыз болады. Қуыратын бөлек табаға сұйық майыңызды құйыңыз. Майдалап туралған пиязыңызды салып тура бастаңыз. Одан кейін сәбізді қосамыз. Араластырамыз. Одан кейін қызыл бұрышымызды саламыз. Қызылшаны қосамыз. Үстінен лимонды сығып жіберіңіз. Лимон шырыны борщыңыздың, қызылшаңыздың түсін қызыл қылып, бір қышқылдау дәмді дәм береді. Астындағы от орташа болсын, 2 қасық томат пастасын саламыз. Және қайнап жатқан етімізден 2-3 ожау сорпасынан құйыңыз. Енді кезек дәмдеуіштерге келді. Борщқа арналған дәмдеуішіңіз болса қосыңыз. Және 1 шай қасық қанттан қосып араластырып, 10 минуттай астын жай қылып бұқтырып алыңыз. Етімізді шығарып, турап, кейін қайтадан сорпамызға саламыз. Ал қазір лавр жапырағы мен картопты сала берейік. Ішіндегі үлкен сүйегін сүзіп алайық. Қазір қуырған көкөністерімізді саламыз. Үстінен 40 қабатты қосыңыз. Ең соңында сарымсақты қосамыз. Енді сорпаның дәмін көреміз тұзына. Тұзы жетпесе тұздап, қара бұрыш қосып, араластырып, отты өшіріп, қақпақ астында 10-15 минут борщты демалдырып қойыңыз. Ал мінекей қып-қызыл, пайдалы борщ сорпасы дайын болды. Сорпаңызға 1 қасық қаймақ салып, жасыл әскөктен сеуіп ішсеңіз, теріңіз бұрқ етіп, көңіл күйіңіз көтеріледі. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын ағайын.